Let's go. Вот, сағат таңғы 6, уже Алматыда пробка басталды уже. Пробка басталды. 6-тан бастап. Пробканың көкесі басталды пробка. Артымызда қанша машина. Как всегда. Алматының пробкасы айтып bitпейді ғой. Мына қордақтың енді порциясы базар жоқ екен енді. Ауыз ашарға қарным ашып тұра. Бәрін таусып алатындай болып отыр ем. Қарным ашып келген соншалықты қордақ заказ бердім ғой. Порциясы деген керемет екен енді. Пиязымен, нанымен орып жегенсің ғой тура. Бірақ та таусамай қалдым бірінші рет. Бүйтіп қордақты да қанша жеп қоятын. Мына қордақты енді таусамай қалдым енді, масқара енді. Көктөбе соншалық екен. Жеп көріңіздер қанша келіпті. Деген страшный болып тұрған масқара. Саршағаннан өттік. Бір жаққа жақындап қалдық. Жел деген ұрып тұр тура. Күн қашан жылынады екен деймін да, жаз сағынып кеттік қой. Қашан жаз шығады екен. Озерскқа жүк тараттым, Саршығанға жүк тараттым. Осы қазақтар неге саудамен айналыспайды екенбіз деймін да, осы ше. Басқалар анау Тәжікстаннан келіп, Бакудан келіп, және тәжіктер Тәжікстаннан келіп, біздің жаққа келіп сауда жасап отыр. Біз неге сауда жасамаймыз деймін да, осы. Наверное, Озерскада, Саршығанға да магазин ашып жатыр екен тәжіктер. Киім сататын, не ететін магазин ашып жасап жатыр екен. Соны біз қазақтар неге қолға алмаймыз деймін, сондай саудамен неге айналыспаймыз. Жіберіміз жұмыс жоқ, зарплата аз. Саудамен айналысып көру керек те негізі. Сауданың көзін тапқан адамға ол жақсы көтеріледі.
әйтеуір 4 баласы әйтеуір не болса да бір жеті соң қуанасың ғой. Алдында 2 баласы болғанда үшін қиын еді, обгонға шыға алмайсың, той не ете алмайсың. Енді жақсы әйтеуір 4 баласы. Бұны платный қылмай қойса не болады екен деймін. Не бәрі платный болып кетті дедім. Бәрі ішкен, жегенің, жүргенің бәрі платный. Не қалды енді платный емес. Қиын болды. Балқашты біреу қолтығына қысып атып кетіп қалды ма, немене жете алмай кеттік қой тура. Шаттан өтіп кеткенбіз, Балқашқа жете алмай жатырмыз әлі күнге шейін. Күн шығып, қақ маңдайдан күн шығып, ұрып жатыр ғой маңдайдан тура. Адам ұйқысын келтіріп. Сонда да деп айдап келеді. Балқаш, келдік Балқашқа. Auzumuzu açıp aldık. Allah'a şükür de baytarımdan yolumuz açık. Almatığa qaray ketip baratımız. Dala soğuktuğu endi maskara jel bolup tur go, jel. Asqar. Soğuk ötüp ketedi go üstünden tuра jel бар го. Ne деген sındık jel eкен. Ketip baratımız, çökтерimizni аман эсен өткөздүк. Amanatımızdan tutulduk. Ceylep Алматыға қарай тайып баратырмыз. Дағы осы үйге барамыз. Сәлесін жолдан ішіп аламыз да. Ары қарай жүреміз сосын. Өткенде обочныйды көрдіңіздер ма? Обочныйды қалай машиналар батқанын қарасаңызшы. Обочный, екі жақта да обочный жоқ қой вообще. Тоқтадың, біттің, қалдың ғой сол жерде. Особенно анау қардың еріген кезі, өткенде жамыр жауып, қар жауып, күн жылып, артынан еріді ғой бұл жырап. Сол кезде мына обочныйға түссең, біттің ғой, батасың сразу. Бізде обочный жоқ, неге екенін түсінбеймін. Неге біздің обочный қайда кетті біздің обочныйлар? Хотя бір машина тоқтайтын обочный болу керек шана еді, нормальный обочный. Түссең өлесің ғой, аяққа аударыласың, биік еші. Груженный келіп түсетін болсаң, біттің ғой, жамбаспен кетесің сразу. Құдай сақтасын. Жұмыс басталыпты ғой. Вот әйтеуір тас төгіп жатыр екен. Жақсы болды енді. Ендігі жылы көктемде обочныйға смело тоқтай береміз ғой. Смело тоқтайсың ғой. Секіріп келіп түсесің ғой сразу. Қараса обочныйға тас төгіп трамвовать етеді. Не нормально болады потом, Құдай қаласа. Жаңа ғана айтып отырмын, обочный батпақ, боксовать етіп жатырық деп. Естіп қойып соны сразу істеп жатырған. Молодец, Қазавтожол. Мені артында ДТС да жүр сразу қыратын. Құдай қаласа ништяк, нормально болады, жігіттер шыдаңдар. Обочныйда боксовать етіп тұрмаймыз енді, Құдай қаласа.